Қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қант қаттыру әдісімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Қараңыздар, өте керемет, дәмі ерекше болып шығатын қант. Сіздерге қалай қаттыруға болады, дәл менің әдісіммен қаттырып көрсеңіздер болады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керек осындай 400 грамм қантымыз, қызып тұрған таза осындай тапамызға салып қуырып алатын боламыз. Қараңыздар, асты осылай жібіп, қантымыз ери бастайтын болады. Сол кезде осылай қозғап отырып ертетін боламыз. Астын қозғамай қойсаңыз, бір-біріне жабысып, күйген дәмі шығып кетеді. Сондықтан міндетті түрде осылай араластырып, қозғап отырып араластырыңыздар. Астын қатты отқа қойып қойыңыздар. Отымыз қатты жанып тұрса, жақсы еритін болады. Қараңыздар, қоңырқай түске енді. Ішіндегі мына түйірлерді еш уайымдамасаңыздар болады. Себебі оны қозғай келе барлығы еритін болады. Содан кейін барып осы майымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бетінің барлығы осылай көпіршіктеніп бастайды. Одан кейін осы кунжутымызды сеуіп, ішіне жақсылап араластырамыз. Кунжут міндетті емес, ол өз қалауларыңызбен қоссаңыздар болады. Негізі біреулер кунжутты қуырып жатады, бірақ қуырмай осындай таза күйінде қоссаңыздар өте дәмі ерекше болып шығатын болады. Қараңыздар, осылай жақсылап араластырып отырамыз, біркелкі массаға келеді. Енді отымызды өшіріп, осындай тапаға немесе тарелкаға өздеріңіз қатыру үшін ыңғайлы ыдысты табыңыздар. Мен осындай патносқа құйдым. Қараңыздар, астына пергамент қағазын қойып қойдым, себебі патнос жабысып қалмасын деп осылай қағазды төседім мен. Енді бетін біркелкі қыласыздар, бір жағы қалың, бір жағы жұқа болып қалмасын. Сосын бөлме температурасында қатырып қоясыздар достар. Оны ешқандай морозилкаға салып қатырмай қойыңыздар, себебі қант осылай бөлме температурасында өзіне өзі қатып қалады. Қараңыздар, жылтырап керемет болып шықты. Бетін осылай төртбұрышты формаға келтіріп, пышақпен жұмыс кезінде өздеріңіз осылай бөліп алсаңыздар болады. Қараңыздар, керемет болып шықты достар. Осы қантты негізі магазиндерде қымбатқа сатып жатады. Магазиннен сатып алғанша екі-ақ заттан, үйдегі бар заттармен жасалынатын қант қатыру әдісі. Сіздерге де кеңес беремін, осылай дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет қолжетімді рецепттерді салып отырамын. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться етіп, жанындағы қоңырау шанын басып қойсаңыз, менің видеоларымды сіз бірінші болып көре аласыздар. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Барлықтарыңызға сау болыңыз.